жұртымыздың бойына күш, көкірегіне күй, жүрегіне жыр ұялатқан заңғар тұлғасы Махамбет батыр Өтемісұлының қыран құсқа лайық ғұмырнамасы мен мұраларын зерттеу кез келген адамның тағдырына жазылмаған өмір сыйы. Ауылда тұрса да айбаттылық танытып, өзі өскен Ақжайық елінің алдаспаны Махамбетті зерттеуге сан жылдарын арнаған өлкетанушы, Махамбет атындағы сыйлықтың лауреаты Кенжеғали Қаюповтың қадамын шағын ерлікпен пара-пар десе де болғандай. Батыр жырларын балғұрақ күннен бастап оқып өскен ауыл баласының арманы ереуіл атқа ер салып, еңку-еңку жер шалған тарихи тұлғаның батырлығын тереңнен тани түсу болатын. Тарихтың тереңнен үліп, ауыл қарттарының босағасын тоздырып, Қарой бойындағы қалың елдің арасынан із кесе жүріп, сағымданған Махамбетті өзіне қарай, еліне қарай жақындата түсті. Қажымайтын Қаюповтың қолынан қалам мен дәптерін қалдырмай, қолына түскен Махамбеттің өлең жырларын жаза берді. Көк дәптер күн сайын қалыңдай түсті. Ол кезде ел ішінде көне тарихты жақсысы бағамдайтын, ескілікті тарихты толымды қылып баяндайтын қарттардың көзі көп болуы, оның зерттеулерінің бояуын қанықтыра түсті. Өңірдің өлкө тарихын жасауда көп адам еңбек ете алмайды. Өйткені оған түрлі қабілеттер керек. Ең алдымен ескі ұстау қабілеті, сосын туған жеріңді жақсы, ең алдымен туған жеріңді жақсы көру керек. Содан кейін мынау көне қариялардың айтқанына көбірек құлақ тұрып, оның қажетті жерін еске ұстау, сақтау, оны келесі ұрпаққа жеткізу, ол кез келген адам пешенесіне жазбаған. Бірақ ондай адамдар болады. Мысалы үшін дендер бойында анау осыдан 20 жыл бұрын, 30 жыл бұрын өзінің көзінің майын таусып, көне тарихтарды ақтарып, өлкенің шежіресін жинақтауда көп еңбек сіңірген адамның бірі Кенжеғали Қаюпов. Ол кісінің қабілеті мынау әсіресе Махамбет жырларын ол кісі төлдей жатқа біледі. Және сол Махамбет жырларын тек қана өлең түрінде, қара өлең түрінде оқу емес, оны жыр түрінде жеткізуде. Тіпті 40-50, 60 өлеңдерді қатар айтқан естігемін. Міне бұл ерекше қабілет. Әр өлеңге өзінше әуел табу, саз табу, ол оңай нәрсе емес. Мінекей сол алғаш болып, мынау 90-шы жылдардың басында, 80-шы жылдардың аяғында өткен ғасырдың сол Махамбет жырларынан елді аралап дәріс оқыған осы Кенжеғали Қаюпов ағамыз болатын. Кенжекең өзінің алғашқы жұмыс еңбек жолын Қызылқоға ауданынан бастады. Мектепте сабақ берді. Сол кезде ол өзінің ақындығы менен, сонымен қатар аудандық газетке мақалалар жазып, елдің ортасында жақсы танылды. Кенжекеңнің жүрген жері Думан болатын. Кейін ол кісі өзінің туған жеріне қарай елдерге қызметке ауысып кетті. Бірақ ол жаққа барғаннан кейін де баяғы өзінің биігінен түскен жоқ. Сол өнерін, сол өзінің қызметін бәрін жан-жақты жалғастырып кетті. Баспасөз бетінде де түрлі мәдениет жарыстарында, өнер жарыстарында Кенжекең танылды. Кенжеғали Қамиұлы өлке тарихын, көне әңгімелерді зерттеуден бір жалыққан емес. Ол жайық бойы аймағының жер суаттарының аталуы неден туындағанын, рулардың шежіресінің жіктелуін, осы жерді қоныстанған орыстар мен казактардың тарихын өте жақсы білетін. Ағатай, Исатай, Махамбет, Малайсары, Қыштанай, Қабыланбай, Үбі, тағы да басқа батырлар мен билер туралы шежірелері бір төбет. 1966 жылы
ішшілер делегациясы құрамында Кеңес одағы батыры Боран Самбаевтың ерлік жасаған қалаларында, Леский деревнясында болып, естеліктер жазды. Мәскеу қаласы түбіндегі Подольск қаласында орналасқан КСР қорғаныс министрлігінің архивында бір жаз отырып, Боран батырдың ерлігі туралы тың деректер тауып әкеліп, Қазақтан шыққан қайсар жігіттің ерлігін жаңаша қырынан танытты. Ол кісінің тағы бір ерекшелігі өзі негізі мынау Жайық бойында дүниеге келіп, еңбек жолын Қызылқоғадан бастаған ғой. Сондықтан әуелден ол кісінің жалпы бір кеудесінде көне әңгімелерге деген бір түйсік болады. Соны ешкісі ұстауға білетін. Негізі өзі мамандығы орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, бірақ сол қазақша өзінің туған жерінің дүниеден өткен, я болмаса тарихи орындарын жадында сақтауда ол кісінің ерекше қабілеті болды. Мысалы үшін мынау Кулагин селосы, оның ар жағындағы мынау не бойында, Жайық бойындағы әрбір ауылдың тарихын ол кісі сұрай қалсаңыз тұра қалып айтудан еш уақытта жалықпайтын. Көп білетін ол кісі. Мынау тек қана күні кешегі 20 ғасырдағы тарих емес, анау 19, 18, 17 ғасырда осы Жайық бойындағы селолардың дүниеге келуі, оның алғашқы іргетасын кімдер қалады, болмаса сол Жайық бойында өмір сүрген қазақтардың батырлары, билері, солар жөнінде ол кісі көп нәрселер айтылады. Сосын мынау өлке тарихына байланысты мынау орыс әдебиеттерінің, орыс тарихында нелер жазылды, оларды да жақсы білетін еді. Соған қарап біз кезінде Кенжеғали ағамызды мынау өлке тарихының, сол өзі өмірген, өскен Жайық бойы, Дендер бойының тарихын аса бір жетік білетін адам деп есептейтінбіз. Сонымен қатар ол кісі мынау Піштінай батыр, өзінің атасы Піштінай батыр жөнінде алғашқы деректерді біздің мынау тыңдаушы қауымға, көрерменге, оқырманға жеткізген сол Кенжеғали аға. Сондықтан ол кісінің біз өлке тарихын жасауда, өзі туған Индер бойының шежіресін жасауда көп еңбек сіңірген және есте қалатын адам ғой деп есептейміз. Кейін сол еңбектерін газет бетінде, журнал беттерінде шыққан, болмаса өзінің қолжазба күйінде өзінде сақталған, жеке архивінде сақталған материалдарды мынау Табыл Досымов жинақтап, жеке кітап етіп шығарды. Бұл да ол ағамызға деген үлкен құрмет, үлкен еңбек екені белгілі. Сондықтан мұндай асылдарымызды ұмытпауымыз керек. Оларды әр уақытта келесі ұрпаққа олардың мұраларын жеткізіп отыру парызымыз ғой деп ойлаймын. Ақын жүректі азаматтың тағы бір қыры әншілік, ақындық, жыраулық қырлары болатын. 70-ші жылдардан бастау алған ақындар айтысын қолдаушылардың бірі бола жүріп, Жәниба Қарасаева, Кәдірбай Жолаев, Әзірбай Тұрмағанбеттермен айтысып, сөз тапқырлығымен танылды. Қолынан домбырасын тастамай жүріп, Махамбеттің жырларын айтумен қатар, оның Исатайға арнаған 17 жырын түгелдей көркем махаммен орындайтын. 1992 жылғы қыркүйек айында Алматыда өткен дүниежүзі қазақтарының құрылтайында Махамбет бейнесін сомдап, бүткіл қазақ елі алдында жыр төкті. Махамбеттің атынан Мұрат Мөңке ұлына бағыштап арнаған жыры төмендегідей төгілетін. Әкеңмен жандай құрдас Махамбетпін, айналған айнында далам кектің, нарынды еділ жайық жемнің бойын, алам деп алға шапқан қара көкпін. Күреске арнасақ та жасымызды, дұрыстап бере алмаған асымызды, жалаңаш екеумізде жатыр едік, күмбездеп көтеруде басымызды. Ол кісі Махамбеттің қанша өлеңі бар, бәрін түп түгел сол күйінде жатқа біледі, бастан аяқ. Соның әрбіреуін өзінің мәнеріменен, нақшыменен, өзінің жаңағы әуені бөлек әрбіреуінің солай айтатын еді.
Бірде ол кісіні мен облыстық телерадио компанияның радио жөніндегі бас редактор болып жүргенінде ол кісіні радиоға жаздым түгелдей. Өзім қасында отырып жаздырдым. Сонда ол кісінің ерінбейтінін, жалықпайтынын, жаңағы Махамбет өлеңдерін үлкен шабытпенен сондай беріле айтатындығын мен көрдім. Әсіресе ол кісінің анау Баймағамбет Сұлтанға айтқаның бар ғой. Соның әрбір тарауын керемет қылып айтады. Әлгі сол сияқты анау хан емессің, қасқырсың деп басталатын Жәңгір ханға айтты деп жүр ғой. Оны қазір өзі әртүрлі айтып жүр. Біреу ол ханның өзін айтпаған. Оны хан дейді сол кезде мынау жаңағы Айшуақтың баласына соғысып айтқан деп те соғады. Енді бірақ қалай айтса да өте өткір, қан емессің, аярсың, айыр-құйрық шаянсың, қан емессің, ылаңсың, қара шұбар жылансың деп соларды айтқан кезде бір ерекше көтеріліп кетеді. Сол сияқты анау мінкен ерді айтқанда, сосын анау Исатайдың сөзі бар ғой соғыста. Тарлан, тағы басқа сол кезде Исатайдың атынан айтылатын сол өлеңдерді де керемет айтатын еді. Әсіресе Исатайдың анау әлгі жауға шабайын деп тұрған кезіндегі бұның Махамбеттің жауға кімге қан ордасын шабайық дегенде ұлықсат бермей қойған жерлерін айтқанда кәдімгі әрбіреуін нақышына келтіріп тұрып керемет айтатын еді. Кенжеғалидың өнері оған жаңағы Махамбет атындағы бағалап Махамбет атындағы сыйлық берілуі өте дұрыс болды. Сол кездегі біздің облыс әкімінің, енді Иманғали Тасмағамбетов қой деймін, ол кезде сірә өте орынды. Көкірегі күмбір Кенжеғали Хамилұлының 2003 жылы Алматының Шықиян баспасынан шыққан Дауылпаз кітабы өлке тарихына тың деректер әкелді. Ақынның бірнеше тараулардан тұратын ел айырылған дастаны, ақынның сөзіне жазылған қазақтың көркі қыздары, жастық шақты есің ал әндері облыс термешілерінің репертуарында үлкен сахналардан әлі орындалып келеді. Батыр баба жырлары толғауы қазақ радиосы мұрағатына енгізілген. Адамға мұра емес жиған мүлік, мұрамыз туған жер мен тұнған білік, зор бақыт атамекен азаттығы, арнамыз азаматтық имандылық. Аңсадың ел теңдігін армандадың, лапылдап өзеңінен жанған жалын, ақжайық арналарын бұрды елге, сілкінді кәрі атырау қайран нарын. Кенжеғали Қаюпұлының кейінгі ұрпақтары да өз биігінде келе жатқан азаматтар. Оның анау Самғат, сосын екінші баласы Бамзат, екеуі де жақсы жан-жақты көрініп жүрген, халықпен араласып, сол өзінің әкесі сияқты сондай жүрген адам. Кенжеғали артына үлкен мол мұра қалды. Ол әдейі кітап болып жарық көрді. Одан көп нәрсені көруге болады. Әсіресе мынау біздің өмірдегі үлкен Сырымның соғысын туралы, сосын Исатай Махамбеттің соғысы туралы өте жақсы жекеленген адамдарды көп сол кітабында көрсете білген. Ал Кенжеғали Қаюпов өзінің осынысымен ұстаздығы екі бастан жақсы ұстаз, жақсы әдебиетші. Мына өзінің өнер жолында жақсы мынау артына із қалдырып Махамбет өлеңдерін айту. Енді ол кісі кезінде ақындар айтысына да қатысты бірнеше. Өзінің жақсы жағынан көрсете білді сол ақындар айтысында. Өзінің қарсыласынан оқ бойы озық тұратын еді айтқан кезде. Біз сол кісіден көп нәрсені үйрендік, білдік. Енді кейінгі ұрпақтар өзінің мектебі бар, басқа жері бар. Бұл
кімнің? Кенжеғали Қаюповтың атын қалдырмауға, ол кісінің атына көшенің аттарын беруге туған жерінде басқа да бір үлкен өнер бәйгелерінің атын беру, жаңағы түрлі фестивалдар нелер болады осы орынды болар еді. Оған тұрacak, оған басқа енді қандай атақтары бар деп сұрайды ондай. Тек қана Махамбет атындағы сыйлықтың республикалық деңгейдегі лауреаты болуының өзі үлкен дәреже, үлкен биік деп есептеймін. Әлішер Науаидың мынадай керемет нақыл сөзі бар екен. Ақыл ой мен білім әр адамның сәулеті деген. Осындай өзі өмірден өтсе де есте қаларлықтай елдің есінде қалған тұлғалар бар. Сол тұлғалардың бірі біздің Кенжеғали ағамыз. Ол кісі өзінің ақылдылығымен, білімділігімен біздің есімізде қалды. Ол кісі біздің Жамбыл атындағы орта мектепте ұзақ жылдар бойы орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарды. Және мектеп директорының орынбасары міндетін атқарды. Сонымен қатар оқушылардың тәрбие жұмысына араласып, сол жылдарды өзі еңбек еткен жылдары мектеп бітіруші түлектерден жаңағы қой шаруашылығына комсомол жастар бригадасын құрып, бірнеше жыл қатарынан өзіміздің туған жерде үлкен еңбек сіңірді. Сонымен қатар ағайымыз тек қана мұғалімдік қызметпен шектеліп қойған жоқ. Ол кісіні еске алған адамдар өлкетанушы ретінде, шежіреші және біздің жерлесіміз Совет одағының батыры Буран Нысанбаев туралы тың шежірелер, тың жинақтар, деректер жинаған еңбегін үнемі еске алып отырады. Сол бағытта біздің ағайымыздың Махамбеттанушы ретінде Махамбеттің көптеген жырларын жинақтап, және сол жырларға әсем мақамдар мен домбыраға салып, халықтың арасында Махамбеттің жырларын насихаттауда үлкен еңбек сіңірді. Қазақстан халықтарының ең бірінші өткен құрылтайында ағайымыз Махамбеттің рөлін сомдап, сол жерде үлкен өнер көрсетті. Осындай өнерлерін елеп, біздің ауданның көлемінде сіңірген еңбегін байланысты ағайымызға Индер ауданының құрметті қызметкері атағы берілді. Сол сияқты осы мұғалімдік қызметтегі атқарған еңбегі еленіп, Қазақстан Республикасының білім берушісінің үздігі атағы берілді. Ол кісінің еліміздегі атқарған еңбектерінің бірі осы өзінің отбасында да ұл қыздарын тәрбиелеп, зайыбы Зейнеп апай өмірден ерте өтіп кетсе де, өзінің отбасындағы ұл қыздарына үлкен мамандықтар алып берді. Үлкен ұлы мен үлкен қызы Валентина дәрігерлік мамандықты меңгерсе, одан кейінгі ұлдары да қазір елге елеулі жақсы азамат болып еңбек етуде. Және осы ұл қыздары ағайындың әкелерінің атының көмескіленбеуі үшін ат салысып бірталай шараларды ұйымдастыруда. Осындай жақсы игі істерімен Кенжеғали ағайымыз елдің, жалпы халықтың, біздің ұжымның мүшелерінің, біздің мектептің есінде өзіндік орны бар тұлға. Халқын жырымен аялаған, туған еліне аялы адам Кенжеғали Қаюпов 2001 жылы 67 жасында дүниеден өтті. Атамекенді аймағынан танылған құймағұлақ шежіреші, жыр толғаушысы, өнердің асқақ тұлғасының артындағы жас ұрпаққа әлі де берері мол еді. Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі, Махамбет атындағы сыйлықтың лауреаты, Индер ауданының құрметті азаматы Кенжеғали Қаюпов есімі бүгінде шоқ жұлдыздардың шоғырында жарық етіп, елес беріп келеді. Жау қарасы
көрінді, жиылған әскер бүлінді. Исатай басшым мен қосшы, Исатай басшым мен қосшы. Исатайдың соңғы ақтабан аты астында, қулығасы басында. Зығырданы қайнайды, астына мінген ақтабан. Ақ бөкендей ойнайды, қасына ерген көп әскер. Мағраған қойдай, мағраған қойдай шулайды.